Қайырлы күн, құрметті математика сүйер қауым, сіздермен бірге Әли. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы математикалық талдаудың 6-шы лекциясы, яғни біз шектің соңғы тақырыбына келдік. Тақырыптың аты функцияның үзілістігі. Біздің сабағымыздың мақсаты функцияның үзілістікке зерттеуді үйренетін боламыз. Ең алдымен теорияға мән берейік. Функцияның үзілістігі дегеніміз не, және интервал кесіндегі үзілістігі дегеніміз не. Егер бізде x0 дейтін нүкте болады, яғни біздің функциямыз сол x0 дейтін нүктеге ұмтылсын дейік. Яғни бізде сол x0 нүктесінің маңайындағы кейбір нүктелер сол x0 нүктеге шегдеп біз өткен сабақтарда қарастырған едік. Егер сол шек бар болатын болса, онда бізде x0 нүктесіне үзіліссіз функция деп аталады. Яғни біздің шегіміз сол x0 нүктесін анықталса, сол x0 нүктеміз сол fx функциясының үзіліс нүктесі аталады. Үзіліссіз функция деп аталады. Үзіліссіздіктің үш шарты бар. Яғни бізде x0 нүктесі сол f(x) функциясы x0 нүктесін анықтау керек қажет. Және де f(x) функциясы x0 болғанда оң жақ, сол жақ шеттердегі шектер бар, және олар өзара тең болу керек. Үшінші шарты f(x) функциясы x нүктенің шегі және оның нүктедегі мәніне тең болады. Яғни бізде үш шарт қанағаттандыру керек. Сонда біздің функциямыз үш шарт қанағаттандыратын болса, онда біздің функциямыз үзіліссіз болады. Так, мынау келесі фото бізде лимит. Бізде x функциясы x0 деп қарастыратын болсақ, x0 нүктесіне, оны біз келесі жазсақ болады. x-ның орнына біз мынаны жазамыз. Сонда біздің функциямыздың мынау бізде x0-дегі мәндегі функциямыздың мәні. Демек біздің функциямыз орнын ауыстыру болады. Бізде мынандай фото берілген, иллюстрация. Мынау дельта x деген бізде аргументтің өсуі. Мынау бізде дельта y деген y аргументтің өсуі. Сонда бізде сол жақтан біз шек беретін болсақ, онда бізде нөлге тең болады, және біздің дельта y-імізді нөлге ұмтылады деген сөз. Яғни жаңа бізде дельта x және x минус x0 болады, аргумент өсім мүшесі. Ал бізде дельта y f(x0) функция өсім мүшесі деп аталады. Яғни сол теңдіктен бізде дельта y тең нөл болады. Мынау біздің туындының, ол келесі тараудың туындының негізгі және іргетасы деп атасақ болады. Так, келесі бізде функцияның үзіліс нүктесі. Яғни бізде x0 нүктесінде функциямыз анықтамауы да мүмкін. Сол кезде біздің x0 нүктеміз сол f(at) функциясында, яғни біз соның мәні болмайды да, сол үзіліс нүктесі аталады. Бізде үш түрлі үзіліс нүкте бар. Жөнделетін үзіліс дегеніміз, яғни бізде функциямыз бір нүктеде функция келеді да, бір нүктеде олар үзіліп қалады. Яғни жөнделетін үзілу дегеніміз арасындағы айырмашылық төмен, аз деген сөз. Мысалға, функция бір жағынан төмен келеді да, ол үзіліп қалады. Ар жақтан басқа мән болады да, ол не болады. Бірақ сол x0 нүктесі екі функция қойсақ, оны әртүрлі мән береді, яғни оны біз жөндейтін ретінде қарастырсақ болады. Яғни f(x0) функциясы мына шарт қанағаттанатын болса, онда бізде жөнделетін үзіліс. Яғни бізде функцияның x0 бойынша нүктесі үзілетін болса, ол екі түрлі мән беріп тұр. Сонда өзара тең емес, сонда бізде жөнделетін үзіліс. Так, бірінші текті үзіліс дегеніміз, яғни біздің екі жақтан келгендегі шегіміз тең емес болса. Яғни біз оң жақтан да, сол жақтан да, екі жақтан да шек x0 дейтін нүктеге ұмтылатын болса, онда екі түрлі мән береді. Ал екінші текті үзіліс дегеніміз, бір функциямыз
ақысыз болса, мысалы шексіз біреудің сол жақта мысалы шексіз болады да, оң жақта нөл болуы мүмкін. Мысалы сол жақта минус шексіз болады, оң жағы бір болуы мүмкін. Сол кезде ол екінші тектік үзіліс деп аталады. Так, нүктеде үзіліссіз функциялар туралы негізгі теорема бізде мынандай теоремалар бар. Өткендегі теоремаға қатты ұқсас, бұл жерде енді үзілістікке байланысты бізде екі функция берілген. Біздің f at x және g at x функциямыз үзіліссіз болса, олардың яғни қосындысы үзіліс. Көбейтінде де дәл солай, және бөлінде де дәл солай. Бізде теорема былай дейді, f at x, g at функция x үзіліссіз болса, онда бізде олардың қосындысы, көбейтіндісі, бөлінісі үзіліссіз болады. Мынау бізде дәлелдеу бар. Так. Егер бізде күрделі функция, егер бізде f at x деген функция берілсін, x нөлде үзіліссіз, ал y деген функция, сол функцияның ішіне функция, біз күрделі функцияны өткен болатынбыз. Сол f u0 дейтін нүктеде үзілмейтін болады. Сонда соның күрделі түрі, яғни күрделі түрі үзіліссіз болады екен. Қалай дәлелдейміз? Бірінші бізде теорема шарты бойынша f at x және f at функциялар сәйкес x0 және y-ның үзіліссіз деп жаңа шартты қолданамыз. Сонда бізде лимит f at x-дің x0-дегі мәні f at x 0 болады. Ол тең u0 деп теңестіреміз. Яғни біздің функциямыз үзіліссіз. Енді екінші f at u0 дейтін неге ұмтылатын болсақ, онда біздің функциямыздың мәні де соған ұмтылады, яғни үзілістік жоқ деген сөз. Үзіліс нүктесі жоқ деген. Мынау біздің үзілетін функцияның бір түрі. Так, енді бізде бірінші практикалық есеп бар. Бұл жерде былай дейді, мынандай f at y функциясы берілген, және x1 және x2 нүктесіндегі үзілістікті зерттеуіміз қажет. Жаңа айтып өткендей, үзілістіктің шартын қолданамыз. Бірінші бізде функцияның мәнін қоямыз, 3 деген. Сонда бізде 3-ті қоятын болсақ, бізде мынау анықталмаған болады. Өйткені 1-ді 0-ге бөлуге болмайды. Шексіздігін анықталмаған. Екінші шартымыз екі жақтан ұмтыламыз. Бірінші x1 сол жақтан, яғни біз 0-ден 3-ге ұмтыламыз. Онда қалай бізге мына бір мәнді қояйық. Мысалы 2-де 99 деген мәнді қояйық. 2-де 99 деген мәнді қоятын болсақ, так. 2-де 99 деген қоятын болсақ, бізде минус шексіздік болады. Яғни бізде 2 минус шексіздік, ол нені береді? 2 минус. Сонда мынау минус шексіздік болады. 2 минус шексіздік бізде ол 2-ні береді. Мынаның лимиті 2 болады, мынанікі 1 болады, сонда 3 болады. Яғни біз сол жақтан шек беретін кезде, оның шегі анықталған. Яғни ол мән 3-ге дейін. Ал сол жақтан нететін болсақ, онда бізде плюс шексіз болып кетеді, себебі біз 2 плюс шексіз болып кетеді. Бұл жерде 10 жақтымыз 3,1 деп алатынбыз. 3,5, 3,4, 3,3 деп алатынбыз. Яғни бізде бір жағы сол жақтан сол жағынан шек бар да, ал оң жақтан шек жоқ. Яғни ол анықталмаған. Ол екінші текті үзіліске жатады. Енді f4 дейтін нүкте өлшек біз бірінші қойайық. Қойғанда бізде 3 шығады. Яғни біздің функциямыз үзіліссіз болған кандидат. Екінші шартта тексереміз. Екі жағын сол жақтан ұмтылатын болсақ, бізде 3,99 қоятын болсақ, ол бәрібір функциямыз мәні 2-ге ұмтылады. Мына жерде 1, сонда 3 болады. Екінші шартымыз, үшінші шартымыз, мына жерге 4,1 қоятын болсақ, бәрібір біздің
шегіміз 2 болады, 1 плюс 1 тең 3 болады. Яғни үшеуі де 3 болған соң бізде функция үзіліссіз болады. Енді екінші практикалық есепке көшейік. Бізде дәл солай функция берілген. X минус 5, X плюс 3, X минус 2. Енді дәл солай шартын тексеріп шығамыз үзіліссізге. Бізге енді жерде f-ті 2-ні қояйық. Сонда бізде анықталмаған, өйткені санды нөлге бөлуге болмайды. Келесі сол жағынан етіп көрейік. Сол жағынан мысалы 1-де 99 алатын болсақ, жерде кіші сан шарты бөлімінде. Сол үшін ол минус шексіздік болған. Аяқта 10 сан шарты минус кіші сан болса шексіздік. Ал 10 жағынан болатын болсақ, керісінше плюс шексіздік болады. Яғни бізде екінші текті үзіліс болады. Енді f3 кезіндегі қарасақ. Функцияның мәні x-ның орнына x0 нүктесі, яғни 3-ті қоямыз, сол кезде 10 болады. Яғни кандидат үзіліс болды. Келесі екі жақ шектен тексерейік. Жерде 2-де 99 қоятын болсақ, бәрі де 10-ға ұмтылады. Жерде біз 3/1 қоятын болсақ, бәрі де 10-ға ұмтылатынын көріп тұрмыз. Яғни үшеуде де 10 шығып тұр, 3 жағынан. Яғни бізде функциямыз үзіліссіз болады. Соңғы практикалық есебіміз бізде кесінді сияқты функция бар, яғни бөліктерден тұрады функция. Мына жерде анықтау болса, қай жерде анықталған функция. Так, бізде екі контрольный нүктесі бар, яғни екі тексеретін нүктеміз бар, x минус 1, x плюс 1. x минус 1 кезде сол жағын ұмытатын болсақ, біз x плюс 4 қоямыз, яғни бізде шек анықталған. Енді 10 жағын қарасақ, ол минус 1 мына функцияны қоямыз. Сонда бізде шек анықталған. Яғни екеуден онда бізде функция үзіліссіз. Жақсы. Енді келесі бақылаушы нүктеміз ол 1. Бірден солға қарай. Яғни жаңағы функцияны қолданамыз. Яғни 3 болады. Енді 10 жағын қарастыратын болсақ, плюс 1 уже плюс 6 кетеді. Онда бізде 2 шығып қалады. Яғни екеуі тең емес, яғни бізде бірінші текті үзіліссіз, яғни біздің функциямыз өзара тең емес шектер. Яғни бұл жерде үзіледі. Так, қорытындыға келсек, бүгін сабақта функцияны шарттарды қолдана отырып, біз функцияны зерттеуді үйрендік. Бізде 3 шарт бар. Сол 3 шартты қолдана отырып, біз функцияны үзіліссізге зерттеуді үйрендік. Ал назарларыңызға рахмет, құрметті математика қауым. Егер видео ұнаса, лайк бар арнаға тіркеле кетіңіздер. Егер қандай да сұрақтарыңыз болатын болса, астыға комментарийға жаза кетіңіздер. Келесі видеомыз геометрияның соңғы лекциясы. Яғни бізде геометрияның соңғы лекциясы кеңістіктегі екінші ретті беттер. Сол туралы болмақ. Ал назарларыңызға рахмет, құрметті математика қауым, сау саламатта болыңыздар.